Сәлем достар, сіздермен Гаухар. Бүгін біз ерекше дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын муравейниктерді жасаймыз. Дәл осы рецептпен жасап көрсеңіз, муравейниктеріңіз жұп-жұмсақ болып шығады. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаймыз. Бірінші кезекте қамырын жасап аламыз. Ол үшін ұнға қопсытқышты қосамыз. Одан кейін тоңазытқыштан алынған майлығы 60%-дан жоғары майды осылай араластырамыз. Немесе майды үкіштің көмегімен өткізіп араластырсаңыз да болады. Бізде кәдімгідей песочный тесто шығуы қажет. Келесі табаға 2 жұмыртқаға қантты қосып, жақсылап араластырамыз. Біздің қант езілуі қажет. Миксердің көмегіне жүгінсеңіз де болады. Немесе венчикпен осылай әппақ болып көпіргенше араластырып аламыз. Мінекей бізде осындай песочный тестоға енді манағы жұмыртқалы массамызды әдемілетіп құятын боламыз. Енді жақсылатып қамырымызды жасайтын боламыз. Рецебінде ұн 450 грамм делінген, бірақ та қыздар 500 граммға дейін қосамыз. Өйткені жұмыртқаның көлемі әртүрлі болғандықтан, біздің егерде қамыр қолға жабысып жатса, сәл ғана ұнды сеуіп, тағы да жақсылап илейміз. Дайын болған осы қамырды енді пакетке салып, мұздатқышқа 2-3 сағатқа қатуға алып қоямыз. Мұздатқышта менде 3 сағаттай тұрды. Енді үкіштің көмегімен жақсылатып өткізетін боламыз. Барлығын протеиннің бетіне бір келкі етіп қыздар төселуі қажет. 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Мінекей біздің қамырымыз, яғни муравейниктің крошкалары дайын болды. Қолмен де ұнтақталғанда езілгенде тез езіледі. Көлемін өзіңізге ұнайтындай етіп бөліп аласыз. Ірі бола ма, ұсақ бола ма, ол сіздің өзіңіздің қалауыңызға байланысты. Осылай жақсылаптып езіп алғаннан кейін дәміне қарай грек жаңғағында ұсақтап қоссаңыз болады. Менде үйде болмаған соң мен қоспадым. Енді оған ең бастысы сгущенканы қосамыз. 3 желания немесе рогачев. Өзіңізге дәмі ұнайтын сгущенканы қоссаңыз, сіздің муравейниктеріңіз өте дәмді, кәдімгідей татымды, жұп-жұмсақ болып шығатын болады. Сгущенканы қостық, енді жақсылатып барлығын бір келкі етіп араластырамыз. Мінекей жақсылап барлығын араластырып болған соң, енді дайын муравейниктерді осындай кекстің арнайы ыдыстарына салсаңыз болады. Егерде бұндай ыдыс болмаса еш нәрсе етпейді, көлемін дөңгелек етіп немесе стақандарға салып жасауға да болады. Міндетті түрде бетіне макты сеуіп, тоңазытқышқа 1-2 сағатқа алып қоямыз. Одан кейін дастарханыңызға ұсынсаңыз болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса лайк басуды ұмытпаймыз. Сіздермен бірге болған Гаухар ас болсын.